Армысың аса құрметті қазақ жұрты. Біз бұл дәрісте өткен кеткен сабақтарға сәл-пәл қосымша ақпарат беріп кетуге тырысамыз. Біздің ең алғашқы қарастыратын термин сөзіміз ол ұдайы өндіріс болып табылады. Өндіріс жалпы өзі үзіліссіз қайталанып отыруы қажет. Өндіріс үдерісінің тұрақты қайталануын, үзіліссіз жаңғыруын ұдайы өндіріс деп атаймыз. Ұдайы өндіріс өз кезегінде екіге бөлінеді. Біріншісі жай өндіріс, ал екіншісі ұлғаймалы өндіріс. Жай өндіріс дегеніміз не? Қазақта керемет сөз бар. Сол баяғы жартас, сол жартас деген. Яғни өндіріс процесінің көлемі үзіліссіз өзгермеген күйде қалады. Яғни өндірістің үзіліссіз орындалып жатуы, алайда ешқандай өзгеріске ұшырамауы болып табылады. Ал ұлғаймалы өндіріс дегеніміз аты айтып тұрғандай, өндіріс процесінің көлемі, масштабы еселене көбейіп, үздіксіз қайталанып отыруы. Яғни әрдайым ұлғаюды, дамуды, масштабының өзгеруін қалайтын өндіріс болып табылады. Ұлғаймалы өндіріс өз кезегінде екіге бөлінеді. Біріншісі экстенсивті ұлғаймалы өндіріс, екіншісі интенсивті ұлғаймалы өндіріс. Экстенсивті ұлғаймалы өндіріс дегеніміз ол факторлардың сан жағынан молаюын қарастырады. Қайталаймын, экстенсивті ұлғаймалы өндіріс дегеніміз өндіріс факторларының, яғни сіздің қолыңызда бар дүниелердің сан жағынан молаюын қарастырасыз. Яғни сіз өнім өндірсеңіз, оны әрдайым ұлғайтуды саны жағынан, көлемі жағынан ұлғаюын қарастырасыз, және де сәйкесінше сол өндірген өніміңіздің санын көбейту үшін сіз қолданатын ресурстарыңыздың, құрылғыларыңыздың, адамдарыңыздың, жұмысшыларыңыздың санын арттыруды мақсат етесіз. Мысалы, сіз жер қазумен айналысатын кәсіпорын болсаңыз, сіздің бір жұмысшыңыздың, мысалы, мына күректің суреті тұр, бір жұмысшыңыздың өндірген көлемі, қазған өндірген өндіріс көлемі сізге жеткіліксіз болса, онда сіз екінші жұмысшыны аласыз. Одан кейін үшінші жұмысшыны аласыз, төртінші жұмысшыны аласыз. Дәл солай сіз факторлардың сан жағынан молаюын қарастырасыз. Ал интенсивті ұлғаймалы өндіріс дегеніміз ол техника мен технология жетілуін қарастырады. Яғни сіз көптеген жұмысшыларды, көптеген тиімсіз құрылғыларды, мысалы күректі, сіз ауыр техникаларға, крандарға алмастырғаныңыз болып табылады. Яғни сіз дамудың сапалық жағынан қарастыратын болып табыласыз. Осы ұлғаймалы экстенсивті өндіріс пен ұлғаймалы интенсивті өндірісті біріктіретін аралас ұлғаймалы өндіріс деген бар. Бұны сіздер есте сақтағандарыңыз жөн болып табылады. Біз өткен дәрістерде 7-ші сабақта өндіріс мүмкіншілігінің қисығын қарастырып өткен болатынбыз. Сол өндіріс мүмкіншілігінің қисығына біз тағы да бір мысал келтіріп өткенді жөн көрдік. Мысалға, сіздің қолыңызда ресурстар бар, ол ағаштар мен шегелер. Енді осы ағаштар мен шегелерді сіз толық барлығын жұмсаған кезде сіз парта шығардыңыз деп есептейік. Немесе осы бізге жоқ парта қажет жоқ, бізге шкаф қажет деп есептейік, немесе шкаф шығардыңыз. Осы екі тауардың біреуін шығару қажет болып тұр сізге. Енді егер сізге айтса, бізге шкаф қажеті жоқ, бізге тек парта шығар десе, онда сіз мынау қолда бар ресурстарды толық пайдаланған уақытта тек 5-ақ парта шығара аласыз. Ал егер сізге айтса,
бізге жоқ, бізге партаның қажеті жоқ, бізге давай шкаф шығарып бер десе, онда сіз 3-ақ шкаф шығара аласыз. Яғни сіз ресурстарды максималды түрде барлығын қолданған уақытта немесе 5 парта шығарасыз, немесе 3 шкаф шығарасыз. Осыдан анықтама шығады. Ресурстарды толық пайдаланған уақытта максималды түрде өндіре алатын Y және X тауарларының деңгейлерін біріктіретін қисықты өндіріс мүмкіншілігінің қисығы деп атаймыз. Егер сіздің өндірген өніміңіз осы өндіріс мүмкіншілігінің қисығының бойында жататын болса, мысалы мынау нүктені көріп тұрсыздар, осы нүкте өндіріс мүмкіншілігі қисығының бойында жатыр, онда сіз ресурстарды толық және дұрыс пайдаланған болып табыласыз. Мысалға, осы нүкте бойымен жүретін болсақ, сіз 3 қана парта шығарған болып табыласыз, сәйкесінше 2 шкаф шығарған болып табыласыз. Яғни сіз 3 парта жасадыңыз, қалған ресурстарды мусорға лақтырып тастамай, оған сіз 2 шкаф жасадыңыз. Көрдіңіздер ме? Сіз ресурсты толық пайдаланған болып табыласыз. Ал егер сіздің өндірген өніміңіз өндіріс мүмкіншілігінің қисығының ішінде жататын болса, мысалы мынау нүкте, онда сіз сәйкесінше 2 шкаф өндірген болып табыласыз, және де сәйкесінше оған 2 парта шығарған болып табыласыз. Яғни сіз 2 шкаф жасаған уақытта 3 парта шығаратын мүмкіншілігіңіз болды, яғни оған сіздің ресурстарыңыз жеткілікті болды, алайда сіз тек қана 2 ғана парта шығарған болып табыласыз. Яғни сіз ресурстарыңызды толық дұрыс пайдаланған жоқ болып табыласыз. Ал егер сіздің өндірген өніміңіз өндіріс мүмкіншілігінің қисығының сыртында жататын болса, мысалы мына нүктеде, мұндай дүние мүмкін емес. Өйткені сіздің ресурстарыңыз, технологияңыз бұндай дәрежеге әлі жеткен жоқ. Мұндай дүние жасау сіздің әлі мүмкіншілігіңіздің ішіне жатпайды. Яғни, тағы да қайталап өтемін. Егер сіздің өндірген өніміңіз өндіріс мүмкіншілігінің қисығының бойында жататын болса, онда сіз ресурстарды толық дұрыс пайдаланған болып табыласыз. Ал егер сіздің өндірген өніміңіз өндіріс мүмкіншілігінің қисығының ішінде жататын болса, онда сіз ресурстарды толық пайдаланған жоқсыз. Ал егер өндіріс мүмкіншілігінің қисығының сыртында жататын болса, онда мұндай дүние мүмкін емес болып табылады. Өйткені сіздің мүмкіншілігіңіз, ресурстарыңыздың мүмкіншілігі мұндай дәрежеге әлі жеткіліксіз. Және де біз айтып өтуіміз қажет, экономикалық теория ол ғылым ретінде дамыған үстінде бірнеше тармақтарға, бағыттарға бөлінді. Ол бағыттар микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, гипермакроэкономика. Енді олар нені зерттейді? Микроэкономика дегеніміз ол жеке экономикалық субъектілердің шаруашылығын, қызметін талдайтын болып табылады. Яғни зауыттар, кәсіпкерліктер, неше түрлі бизнестерді қарастыратын ғылым осы микроэкономика болып табылады. Ал макроэкономика ол ұлттық жүйедегі шаруашылықтың толық қызметін зерттейді, яғни мемлекеттік деңгейде. Жаттап алыңыздар. Микроэкономика деген кезде сіздің көз алдыңызға кәсіпорындар елестеуі қажет, ал макроэкономика дегенде сіздің көз алдыңызға ұлттық экономика, яғни мемлекеттік экономика көз алдыңызға елестеуі қажет болып табылады. Ал мезоэкономика дегеніміз ол ұлттық экономиканың ішкі саласын, аймақтар экономикасын талдайды. Ол микроэкономика мен макроэкономиканың арасында жататын болып табылады. Ал гипермакроэкономика ол тұтас алғандағы дүниежүзілік экономиканың тәртібін зерттейтін болып табылады. Жалпы біздің мақсат өткен кеткен сабақтарда
қалып қойған қысқаша ақпараттарды толықтыра түсу болып табылады. Сіздер осы дәрістің электронды нұсқаларын көрсетілген қоғамдық желіден таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.